Дүниедегі ең сүйкімді адам сұлу да парасатты әйел. Ал дүниедегі ең қорқынышты адам ұятсыз, сайқал әйел. Тымырайып немесе мөлиіп отырған әйелден қорқу керек. Себебі ондай әйелден әйелдердің өздері де қорқады. Анаң жақсы, қызың жақсы, әйеліңе не болған? Әйел байдан таяқ жесе түзеледі, заңнан таяқ жесе күзі өледі деген. Әйел күйеуінің отбасындағы жеке пиар менеджері. Әйел адамның жанұяда әкенің дұрыс имиджін қалыптастыруы өте маңызды. Әйелсіз үй жарықсыз дүние. Ақылды әйел өз шаңырағының бақыты, парасатты әйел тұтас ұлттың бақыты. Тірі жан атаулыда әйел тек әйелден ғана қорқады. Қорыққанда да ақылдысы мен сұлуынан. Әйел бақыты сүйген жары мен жан дүниесін жарып шыққан балаларымен бірге өмір сүру. Әр қазақ қызына осындай әйел бақытын тілеймін. Әйел адам өмірге келгеннен кейін парызы жар атану, екіншісі бала сүю, ана атану. Ер мен әйел тамақ жейтін қос таяқша сияқты. Екеуі бірлескенде ғана отбасын бақытқа бөлейді. Әйелдің отбасындағы негізгі функциясы тәуекелдерді басқару, ақша табу емес, ақша үнемдеу. Әйелдің басты клиенті күйеуі. Егер сіз күйеуіңізді бақытты ұстасаңыз, сонда ақша табу туралы ойланудың қажеті жоқ. Әйел соншалықты ақылды болып көрінуі керек, сондықтан оның кездейсоқ ақылсыздығы ер адамға нағыз сыйлық болды. Әйелдермен ақылмен емес, жүрекпен пікір таласады. Адал деуге рұқсат етілген нәрселердің ішіндегі Алланың хош көрмейтіні талақ, некелі әйелін тастау. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жаны мен жаны үндес, ойы, арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Ақылсыз еркек көп ақша тапса бұзылады. Ақылсыз әйел бұзылса көп ақша табады дейді. Аллах ерлерге халал табыс, әйелдерге адал намыс берсін. Ат жетім, өрен жүйрік шабылмаған. Құс жетім, саятшы табылмаған. Әйел жетім, өзінің теңін тауып қосылмаған. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе, бақытты боласың. Жаман әйел түссе, ойшыл боласың. Әйел әлемі біз үшін таңсық әлем, білуге құмармыз. Жігіттің болса алған жақсы жары, сен болсаң бір Аллаға еткен зары. Баладай риясыз еркелеген, сен болсаң тағы да сол ынтызары. Әйел ана, бауырынан түледік, бар жолына қоймаймыз ба күлегіп. Не іске де әйел араласса, бәрі жақсы аяқталатынына сенімдімін. Әйел әлемді басқаратынын түсіндім. Әйелге әмірін жүргізе білген мемлекетті де басқара алады. Әйелдердің бір сезімтал қасиеті бар екенін мойындау керек. Олар үнемі жан сұлулығын тани білетін жандар. Әйелдер тек жасаған опасыздықты кешіре алмайды. Егер ойын ережесін басынан ұйымдастыратын болсаңыз, әйелдер оны еріксіз қабылдайды. Алайда ойын барысында ереженің өзгергенін жандары сүймейді.
Әйел ақылынан артық түсініксіз ештеңе болмас. Оларды бір нәрсеге көндіру мүмкін емес. Сондықтан да оларды өздеріне көндіру керек. Олардың сөйлеу тілін үйрену үшін мектеп қабырғасында қалыптасқан логиканың барлығын төңкеру керек. Жаман әйел жігіттің тайдырады табанын, тар қылады заманын. Жақсы әйел жігіттің жақсы қылар жаманын, ұшқыр қылар шабанын. Жақсы әйел жігіттің кесектен соққан кентіндей, сары майға былғаған алуа шекер жентіндей. Әйел қызметкер де, қайраткер де болуға міндетті шығар, алайда ең алдымен ана болуы тиіс. Жаман әйел алғанның жауы үйінде, жақсы әйел алғанның тойы үйінде. Жақсы болса жұбайың қабағыңа қарайды. Әйел еркектен кейін өледі, өйткені үнемі кешігіп жүреді. Семіз әйел болмайды, тар киім болады. Мейірімділік пен ақыл кәріліктің қасиеттері. 20 жасында әйел жүрексіз және ашуланшақ болу әлде қайда қызықты. Мен өзімшілмін, шыдамсызбын, өзіме сенімсізбін, қателік жіберем, өзімнен шығып кете аламын. Кейде менімен бірге болу оңайға түспей жатады. Бірақ егер көңілімнің қошы келмей тұрғанда менімен сөйлесе алмасаңыз, көңіл күйім жақсы кезде сөйлесуге лайық емессіз. Мен әрқашан жақсы әйел қорқынышты фильм сияқты болу керек деп айттым. Қиялға көбірек орын қалса, соғұрлым жақсы болады. Ең қайырлы кісі бала шағасына және әйеліне көп пайдасын тигізетін адам. Асыл болса алған жар ханым емей немене, жайлы болса мінезі жаның емей немене. Ештеңеге қарамастан үйлен, жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Әйел әлемі біз үшін таңсық әлем, білуге құмармыз.